қайырлы күн. Енді екінші секция жалпы тақырыбы өңір математиктерінің жұмыстарын насихаттау деп аталды. Бұл жерде 4 баяндама оқыды. Олардың барлықтарында егер былай жалпылайтын болсақ, ол көбінесе жаңағы өңір математиктерінің одан кейін өзіміздің жаңағы қазақ тілі әдебиеттің жаңағы білімдерін математикада, физикада қолданған әсер оқушылардың сапасын көтеруде әсер жайлы айтылды. Енді бірінші баяндамашымыз Жұлдыз Аманжоловна бұл жерде осы өңірден шыққан математик Тайыр Жомартбаевтың жұмыстары, еңбектері арқылы қалай оқушыларды жаңағы қабылдау каналдарына байланысты визуалы, аудиал, кинестетик деп бөлеміз ғой. Соған байланысты қалай ол адамның еңбектерін пайдалану жайлы айтылды. Қарағандылық әріптесіміз Сәулебек Танатұлы мен оның оқушысы Сабина бірге жаңағы қазақтың мақал мәтелдері арқылы әртүрлі функцияларды үйрету, оларды көрсету, олардың ерекшелігін атап өту деп бірнеше жақсы мысалдармен келтірді. Мақал мәтелдер арқылы. Смағұлов Досша мен Самал Сайлаубекқызы Аягөз ауданынан қатысқан бұл кісілер жаңағы тоғызқұмалақтың, сонымен қатар Қажы Нұрсұлтанұлының баяндамаларын қолданған өз іс тәжірибелерінде тоғызқұмалақ жайлы. Соның да жаңағы бастауыш сыныптан бастап келе жатқан оқушылардың жаңағы ойлау, санау дағдыларына қандай әсерін тигізетіні жайлы айтылды. Сонымен қатар өздерінің жаңағы кішігірім мектепте ұйымдастырылған клуб дейміз ғой, енді қосымша жаңағы білім, сол жайлы өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Соңғы баяндамашыларымыз Гаухар Газизовна мен Ләззат Саманбекқызы. Бұл кісілер математика және физика мұғалімдері. Абай мен Шәкәрімнің еңбектері арқылы жаңағы математиканың және физиканың көптеген процестерін қалай баяндауға, түсіндіруге, сонымен қалай ұштастыруға болатынын жайлы жақсы мысалдар келтірді. Рахмет. Міне сонымен екінші секцияда міне осындай төңіректе әңгімелер қозғалды. Көп рахмет, Наргиз Айтханұлы. Үшінші секция туралы, яғни қашықтан оқытудың мәселелері, мүмкіндіктер деген секция бойынша Сана Оралбекқызы Мәметреева қорытынды сөзін айтады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, конференция қатысушылары. Үшінші секцияның тақырыбы қашықтан оқытудың мүмкіндіктері мен сын қатерлері деген тақырыпта өтті. Басқа секциядағы сияқты біздің секцияда 4 баяндама тыңдалды. Барлық баяндамалар айтып тұрғандай қашықтан оқытудағы математика пәнін оқытуға арналды. Соның ішінде математиканы оқытуда қолданылатын бағдарламалар, яғни Maple компьютерлік жүйесі және әртүрлі сайттық бағдарламалар, олардың көпшілігімен тыңдаушылардың өздері де қолданып жүргендерін айтты. Сонымен қоса қазіргі қашықтан оқыту жағдайында тек математиканы жай сабақта оқытып, оның оқушылардың білімін ғана бағалап қоймай, біз оқушылармен бірге ғылыми зерттеу жұмысын қашықтан оқыту жағдайында қалай жүзеге асырамыз, соған да тоқталдық. Және сабақта топтық жұмысты ұйымдастыруда қашықтан оқытудың қандай мүмкіндіктері мен сын қатерлері болды деген сұрақтарға жауап берілді. Қатысушылар арасында да өз іс тәжірибесімен, өзінің ойымен бөліскен тыңдаушылар болды. Біздің баяндамашылар өздерінің қандай да бір бағдарламаларын көрсеткен кезде, олар мысалы Kahoot или Learning Apps немесе Life Worksheet деген сияқты сайттармен бөлісті. Сонымен қоса бізде тыңдаушы ретінде тіркелген Айнагүл Жұмабекқызы өзінің қолданып жүрген бағдарламасында бөлісті. Ол үшін біз рахмет айтамыз. Жалпы әріптестеріміз қашықтан оқыту бойынша оны жетілдірудің үшін өздерінің тәжірибелеріне жақсы бір мүмкіндік алды деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Көп рахмет, құрметті модераторлар. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызды тағы да бүгінгі конференцияға атсалыса қатысқандарыңыз үшін шын жүректен алғысымызды айтамыз. Әсіресе еліміздің үлкен ғалымдары қатысты, ол кісілерге шексіз алғысымызды білдіреміз. Және
әртүрлі дүниелерді мүмкіндігінше жазып отырдық та осы конференцияға шағын өзіміз қорытынды және дүниені айтпақпыз осы конференцияға. Енді құрметті әріптестер, кез келген бұл конференция биыл 3-ші жыл өткізіліп жатыр. Енді осы 3-ші жылдағы өткізіліп жатқан кездегі биылғы конференциядан жалпы конференцияға келіп түскен материалдар бойынша, жалпы материал бойынша қорытынды міне күшті жақтар, свод анализ дейміз ғой. Күшті жағы бізге тыңдаймыз, тыңдаушы боламыз деген тілек білдірген 122 адам официально біздің белгілеген күн 20 қаңтарға дейін тіркелді. Ол деген өте жақсы тенденция, яғни ғылыми конференцияны тыңдаушыға деген ниеттер бар. Екінші, баяндама жасауға 65 жұмыс келді. Бірақ соның ішінде біз мектебіміздің жаңағы модераторлар бар, тағы да эксперт мамандары бар. 7 адамнан құралған комиссия осы 65 жұмыстың ішінен осы бүгінгі жасалған баяндамаларды таңдап алдық, іріктеп алдық. Барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Ол баяндамаларды жасау барысында өте үлкен пікірталастар болды. Ол жерде міне барлығы бізде протоколмен жазылып, сызылып тұр. Әрбір таңдам, әрбір баяндама қандай критериймен. Көптеген әріптестеріміз міне. Және бір қуантарлық күшті жағы ол жоғарғы оқу орындарынан да, жалпы білім беретін мектептерден, соның ішінде ауыл, қаланың бәрінен қатысты. Сондай-ақ шетелден, мысалға жақын шетел Моңғолиядан да қатысты. Сондай-ақ бүкіл біздің желілік мектептер, зияткерлік мектептерінде мұғалімдері атсалысып жатыр. Соған біз қатты риза болдық. Әріптестеріміздің қолдап жатқанына. Екінші, әлсіз тұстары көптеген келіп түскен материалдардың көбінде, барлығында демейміз, мен оны мына жерге нақты жазып қойдым. Сілтеме жасауда әлсіздік бар. Яғни белгілі бір әдебиетті қолданған кезде оған нақты сілтемені жасаған кезде нақтырақ болсақ, себебі әрбір сілтемені дұрыс жасау ол біздің ертеңгі күні плагиат дейді ғой, сондай ұрлық жасаудан, яғни академиялық білімді, ілімді де бір мәдениеттілікпен жасау керек деген дүниемізді, сондай бір біздің басты критерийіміз. Соңғы АКТ-ны қолдану барысында көптеген әріптестеріміз жаңағы презентацияларда, мысалға презентация деген ол ең негізгі ключевой кілт сөздерді жазып, сол бойынша баяндама жасау ғой. Ал көп презентацияларда келіп түскен жаңағы кейбір баяндама жасалмай қалды деген презентациялардың көпшілігінде сол көп артық сөздер тұрды. Оның ішінен или болмаса тексті былай қоя салған. Сондайларды да біз қарастырдық. Содан кейін Action Research бойынша білім, Action Research жаңағы іс-әрекетті зерттеу. Өйткені біз осы іс-әрекетті әрбір мектепте жасап жатқан өзіміздің практикамызды зерттеу арқылы өзіміздің төл практикамызды жетілдіргіміз келеді. Сондықтан сол өз практикаңды зерттеу деген не? Оны жаңа көпшілігіміз бірге отырған пленарлық отырыста Жайна Боқайқызы жақсы айтып өтті. Өзінің нақты осы ойын арқылы математиканы дамытуы қалай болады деген үлкен бір қорытындысын жасады. Сол үлкен үлгі қылып алуларыңызға болады. Одан кейін екі секция деп қойып, мына жерде екінші секцияға, яғни өңірлік математиктерді зерттеу бойынша бағана оны біздің ғалым ағамыз айтып өтті. Ғалымдарды зерттеуіміз керек. Балтабек Сматович, оларды атаусыз қалмау керек деген. Сондықтан міне екінші секция бойынша да біраз аздау болды. Сол әлсіздіктер. Енді мүмкіндіктер сіздерде кез келгеніңізде осы неге қатысқан, бүгін баяндама жасаған және бүгін баяндама жасай алмай қалдымау деген өкініште отырған әріптестеріміз болса, өз тәжірибеңізді зерттеуіңізге болады және нәтижесімен осы біздің алаңда бөліссеңіз болады. Өңірлік ғалымдарды зерделеуге болады. Ғалымдарымыз жетеді, қазір оның барлық мен өзімше біз білетін, осы университеттің қабырғасына білетін, Семей өңіріндегі білетін ғалымдарды өзімізше іріктедік. Әрбір өңір өздерінің елдерінде, жерлерінде бар мықты ғалымдардың ғылымда, ілімде салған жолдары болса, олармен бөлісіңіздер. Мархабат. Одан кейін авторлық әдістемеліктер жасау. Келесі жылы, былтырғы жыл бізде постер презентация деген болған. Сол кезде өздеріңіздің авторлық әдістемелік материалдарыңызды онымен де бөлісіп, көпшілікке таратуыңызға болады. Одан қатерлер. Көптеген әріптестеріміз осы конференцияның болғанына дейін менің материалым шыға ма, мен баяндама жасайын ба, басқа да бір қосымша сұрақтармен, сондықтан сенімді болу үшін сіздің материалдарыңызды
мықтыңыздар. Біз егерде көп материалдар болса, бүйтіп уақытты шектемейміз. Бір күн, 2 күнде жасауымызға болады, егерде мықты материалдар болса. Себебі жақсы конференцияда адамдар өздеріне күшті идея, рухани ой, бір құнды дүниелер алып кетсе деген ғана мақсат бар, ең түпкі мақсат. Содан кейін плагиат дедік, жаңағы кейбір дүниелерде плагиаттар бар екенін біз байқадық. Оны Нұрғазы Тұрсынғазы Сейітқазыұлы плагиатқа тексерді. Сол кезде көп кейбір материалдардың 20-30% идеальность деген бар болып шықты. Ол деген сөз, демек белгілі бір ақпарат көздерін алып қоя салынды деген сөз. Содан уақыт мерзімін, уақытты қадірлей білейікші деп ойлаймыз. Себебі белгіленген уақыт арасында сол уақытта жаңағы белгіленген материалдарды жіберсек, бүгін ертең конференция болып кеткеннен кейін материалдар жіберіп сертификат алайын деп едім деген сияқты нелер болмай қойса деген ойымыз бар, тілегіміз бар, және ол біздің белгіленген шарттарымыз. Сондықтан сол талап шарттарға сай болсақ. Содан тек сертификат үшін қатысу қажет жоқ. Осылай күшті дүниелер айтылса, біз құба-құп сіздердің материалдарыңызды осы жерде шығарып айтамыз. Одан кейін міне жаңағы нақты айтқан кезде 60% жазылу үлгісін сақтамаған. Яғни жазылу үлгісі деген сөз, біз ақпараттық хатта барлығын көрсеткенбіз үлгісін. Wordта қалай жазылу керек материалдар, чтобы ертеңгі күні біз бұйырса биылғы жыл 3 жылдың материалын жинақтап, ISBN, яғни арнайы нөмірімен нөмірлеп, мемлекеттік тіркеуге алып, яғни ол авторлық дүние деп, осы қаламыздағы Семейдегі мықты библиотекаларға, мемлекеттік библиотека кітапханаларға, және де басқа да республикамыздағы библиотекаларға таратсақ деген ойымыз бар. Сондықтан материалдарыңыздың сапалы болғандығы біз үшін қажет. Біз үшін ғана емес, сіз үшін де қажет. Сөйтіп жазып үйренуге тілектеспіз. 70% адамдар жаңағы сілтемені дұрыс жасай алмайтынына көзіміз жетті. 80% әрекет зерттеуді түсінбеген, Word пен PowerPoint-ты сауатты қолдануда. Енді әрине бір 50 жастан асқан ағаларымыз, апайларымыз болса, біз өзіміз тарапымыздан презентациялардан адамға көмектесуге даярмыз. Дегенмен де жастарымыз егерде қолданылсақ, стандарттағыдай жазсаңыздар, өйткені оның барлығы уақытты қайтадан алады. Біз қайтадан аудитория міне айттым, және 7 жұмыс жоғары оқу орнынан, 15 жұмыс ауыл мектебінен, 36 жұмыс жалпы білім беретін мектептерден, 7 жұмыс Назарбаев мектептерінен келіп түсті бізге. Сан бойыншалар болса, 65 жұмыс, 22 тыңдаушы тіркелді. Бірақ та қазіргі нақты көрсеткіш, нақты айтқан кезде бізде қазір оны содан кейін тағы да айтармын. Бүгін секциялық отырыстарда, мына бірінші секцияда қазір 31 адам отырды, екінші секцияда 15 адам отырды, үшінші секцияда 30 адам отырды. Ал қазір қайтадан біздің отырысқа келген адамдар саны көбейді. Сондықтан біз қуаныштымыз аудиториямыз кеңейіп жатқанына. Енді біздің нақты осы жерден айтар ұсынысымыз бүгінгі конференцияның жалпы қорытындысы бойынша жоғарғы оқу орындардағы мамандармен ғылыми зерттеу бойынша тығыз байланыс орнатсақ, мектеп мұғалімдері болып. Бұл біздің ғана ұсыныс емес, оны қазір Қажы Нұрташтың өзі сол кезде өзінің көз тірісі кезінде айтып кеткен. Мұғалім өз әрекетін зерттеуді терең игеруі керек. Әр маман өз өңіріндегі ғалым математиктерді зерделеп, насихаттап, сол насихаттау арқылы өзгелердің қызығушылығын арттырса, еңбектерін жаңғыртса дейміз. Мұғалімдердің актін қолдану дағдыларын жетілдіру. Енді жаңа ғана айтылған Орынбек Ахметбекұлы Жәутіков деген ағамыздың ғаламат бір сөздерін Қажы Нұрташтың ғибратты ғұмырнамалықтар деген кітабынан алдым. Ол кісі сол еңбегінде, бұл кісіні жаңа ғана Балтабек Сматович айтты, өзінің ұстазы деп Қажы Нұрташтың. Ол кісінің мынадай сөзі бар екен: адам ұстазына өмірінің соңына дейін қарыздар деген мына Жәутіковтің міне білім және еңбек деген журналында өзінің сөзбен осылай жазған сөзі бар екен. Яғни әр қайсымыз өзіміздің ұстаздарымызға өміріміздің соңына дейін қарыздар екенімізді ешқашан ұмытпай, ұстаздарымызды пір тұтайық дейміз, зерттейік, мүмкін еңбектері болса. Екінші, Төлебай Ыдырысұлы Амановтың 80 жылдық қарсаңында Қажы Нұрташтың Төкеңнің бойындағы 4 кісілік қасиет депті. Бұл енді қазіргі кездегі барлығымызға, барлық мұғалімдерге бүкіл қоғам қарап отыр. Бірдеме дұрыс болмаса, мұғалімдер жағына барлық тастар кеп тиетіні өтірік емес. Сондықтан да осы кісінің осы айтқан бір ұлағы, міне Қажы Нұрташтың
Төлебай Дұрысбай Амановтың бойында осы 4 қасиетін бойымызға енді барлығын толық дарыту мүмкін емес, хотя бы 4-тен 1, 5-тен 1 бөліктер бойымызға дарытсақ, мұғалімдер күшті қауым болады. Онсыз да күштіміз ғой, одан да ғаламат қауым боламыз деп ойлаймыз. Ұқсасы жоқ ұлтжанды адам депті Төлебай Амановты. Ұлағат білімді ұстаз, шырқау шыңы қиырсыз нағыз ғалым, адамгершілік әлпетімен астасқан тұлға деген осындай ғаламат баға беріпті. Енді міне, Қажы Нұрташтың өзінің сол кітабында бірнеше ғылыми зерттеулерде жасаған жұмыстарындағы ой түйіндемелері. Қазақ халқының көне тарихи мұрасын тереңірек зерттейтін болсақ, оның алтын қорында бүгінгі ұрпақты оқытуға және тәрбиелеуге пайдасы зор этнопедагогикалық есептерді көптеп көрсетуге болады дейді. Яғни біз ана жаққа, мына жақтың барлығына далақтамай, және өздеріңіз айтып өткендей, және әсіресе математика тарихында, тарихты зерттеуге байланысты айтқан екінші секцияда көп нәрселер айтылды. Этнопедагогикамызды дамытсақ та, бізде көп дүниелер барлығын міне ғалымдарымыз айтып жатыр, және өзіміздің ғалымдарымызды зерттесек, сол кісілерді зерделесек, біздің де ішімізде әлі ашылмай жатқан алтындар көп. Сондықтан осы этнопедагогикаға көбірек ден қойсақ дейміз. Оны міне 12 жылдық білім беруге көшу жайлы педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру халықаралық педагог конференциясындағы материалынан алдым. Енді ол кісінің тағы да бір көп айтатын бір сөзі бар. Осы жаңа ғана көбіңіз осы кісінің шәкіртесіздер ғой, Қажы Нұрташтың. Ол кісі 3 педагогикалық күш дейді. Ол қай күш? Ол мектептің ізденімпаз алдын қатарлы мұғалімдері дейді біріншісі. Екіншісі педагогикалық институттың оқытушылары, үшіншісі зерттеушілер мен мұғалім білімін жетілдіру институттарының методистері. Қазіргі ЦПИ дейміз ғой, ЦПМ дейміз ба. Солың барлығы міне осы институт, университет және мектептегі мұғалім 3 күш педагогикалық бірігіп жұмыс істесе ғана дейді. Ынтымақпен бірлесе қызмет етсе, жемісті де игілікті іс тындырар еді дейді. Яғни аққу шортан һәм шаян болмау керек деген сияқты Ахмет Байтұрсыновтың келелі ойын бізге салып тұр. Өкінішке орай олар тізе қоса алмай келеді деп 1979 жылы жазыпты. Әлі солай ма? Сол жайында келешекте зерттеу жұмыстарын жасап, бізбен бөлісіңіздер. Енді біз жаңағы айттық қой, өзіміздің өңірлік ғалымдарды зерттеуге болады деп. Мен өзімше әріптестерімізбен келісе келе, өзіміздің бірнеше әріптестермен кеңесе келе, осындай ғалымдарымыз қазіргі таңда, жаңа ғана Балтабек Сматов айтты, Төлебай Аманов туралы интернеттен іздесек, ақпараттар жоқ. Демек, сондай әлемдік деңгейдегі ғалымдарымызды, бұл кісінің еңбегімен қазір Аманов кеңістігі деген ғаламат кеңістік бар. Мына әуедегі, мына аспандағы қозғалыс денелерінің барлығын осы кісінің кеңістігі арқылы зерттеп, Америка, басқа елдер жаңалық ашып жатыр. Біз түптестеп соған күйінді және Балтабек Сматович. Расымен де осы кісілердің дүниелерін зерттеуге барлығымызға күш жігер берсін деймін. Жәутіков, Сәтбаев, ең алғаш алгебраны, Ермеков, Әлімхан Ермеков. Семей тарихындағы өзіміздің өңірлік сіздерден біздерге мұғалім болған, сабақ берген, дәріс берген, енді біздің осы әріптестерімізбен жадымызда қалған ғұлама математиктер осы кісілер. Тағы да бар шығар. Нұрсұлтанов, Қожагелдинов, өздеріңіз білесіздер, Тияновые треугольники деп бүкіл диафанттық теңдеулерді зерттеген ғалым. Сол кісінің де еңбектерін зерттеп, болашақта осы біздің конференцияларымызға қатысыңыздар. Өйткені көп әріптестеріміздің әлсізді жері тақырыпты таңдауда қиналады екен, тақырып табуда қиналады екен. Соң кешегі күні ғана Ислам Шайх Рахметжанов дейтін біздің ғаламат доцент алгебраистіміз болған, осы Семейдегі Қазақстан бойынша екінші болып алгебра және сандар теориясы деген оқулық еңбекті жазған ғалым ұстаз. Осы кісінің де еңбектерін зерделеп зерттесек, өте үлкен құнды дүниелерге тап болармыз. Оның үстінде Қожагелдинов пен Нұрсұлтанов, Рахметжановтың еңбектері олимпиадалық есептерді шығарудың нағыз қайнар көздігі болады. Сондай-ақ топология, геометриядан ғаламат дәрістер берген Нақышбекова Хафиза Молдабекқызы деген математикеріміз қазір. Енді қазіргі күнде бұл аға буын ғалымдарымыз бар. Бұл кісілерді де зерттеуге барлықтарыңыз өзіміздің өңірден Есенжолов Ерғали Қабдолұлы, Сәлібек Қалиев, Берікханова Гүлнәжі Мұстафаев, жаңа ғана бізге ғаламат дәріс оқыған
Балтабек Сматович сол кісілердің де еңбектерін зерттегеніміз бәрімізге зор білімімізді жетілдіреді деп ойлаймын. Соң мектеп мұғалімдері бар. Міне осы біраз уақыт бұрын бүкіл республикалық бір осыдан 10 жылдай бұрын уақыт республикалық математика додаларда, халықаралық додаларда мықты математиктерді дайындаған Мархамет Жомарт Базенұлы деген кісі болған. Ол кісінің де мүмкін методикасы, бала шағаларында кітаптары, жазған дәптерлері бар шығар, қойын дәптерлері. Соларды мүмкін жинап, олардың методикасын зерттеп шығуға болады шығар. Сәрсенбаев Қайрат Сылдырбайұлы деген былтырғы күні дүниеден өтіп кеткен мықты математик. Мұқажанов Жанат Шакенович дейтін бұл кісі көзі тірі, бұл Қалбаттау Георгиевкада жұмыс істейтін. Бұл кісі Россиядан шығатын мықты квант сияқты журналдарға математикалық олимпиадалық есептердің шешімін шығарып жазып жүретін ғалым. Сол кісілерді зерттеуге болады. Сондай-ақ бүкіл тригонометрияны зерттеуде Солтанаев Шайхислам Қасымбекұлы дегенде мектеп мұғалімдері. Осы кісілердің методикасымен танысуға болады. Ол бірінші. Енді үшінші айтарлық нақты тоқ етер сөз сертификат. Баяндама жасағандығы үшін бүгінгі баяндама жасаған әріптестеріміздің барлығына электронды пошталарыңызға осы тақау күндері 1-2 күннің аясында немесе бір аптан өйткені сертификатқа қолды қойдыртып, печатты соқтырып, сіздердің электронды пошталарыңызға салып жібереміз. Одан кейін конференцияны тыңдаған үшін, одан кейін конференцияда материалдары басылғандығы үшін, яғни тыңдаған үшін деген сөз именно бізде тыңдаушы ретінде тіркеліп, бүгін конференцияда қатысқан, записьті тыңдаған адамдарға берілмейді. Нақты айтып қоя осы жерін. Мен тыңдадым конференцияны, сертификат беріңіздер деп келіп жүрмеңіздер. Конференцияда материалы басылып шыққандығы үшін, яғни кейбір баяндамалар бүгін жасалынбай қалды, мықты тағы да материалдар болды. Бірақ та олар біздің талаптарға сай жазылған болса, ол кісілерге де жаңағы материалы барлық талаптардан өтіп сборникке шығатын болса, ол кісілерге беріледі. Барлықтарыңызға зер қойып тыңдағандарыңызға алғысымызды айтамыз. Егерде тілек білдіріп, біреу айтып сөз сөйлеймін десеңіздер рұқсат, ал біз өзімізше бүгінше тамамдадық конференциямызды. Барлықтарыңызға атсалысқандарыңызға рахмет айтамыз. Мен Қарағанды қаласынан едім, Мақаш Сәулебек. Сіздердің мынау ұйымдастырған конференцияларыңыз өте жақсы. Сіздерге көп рахмет. Биылғы мен конференция жылда не өтетінін мен биыл ғана бердім. Биыл сіздер өте жақсы ұйымдастыра білдіңіздер. Мағлұмат бізге дер кезінде келді. Мен бұның алдында осындай конференция ұйымдастыратынын білмеппін, шындап келсем. Сіздерге көп рахмет. Енді Алла амандығын берсе, Құдай қаласа енді жылда сіз айтқан бағдарламалар, бағыттар бойынша бір выступление жасаймыз енді. Еліміздің ғылым үшін енді жүгіріп жүрміз ғой. Бәріміздің де илегеніміз бір терінің пұшпағы дейді ғой. Сол терінің иі қанғанша жұмыс істейміз. Сіздерге көп рахмет. Әрдайым жеңіске жете беріңіздер. Көп рахмет. Ал енді тағы да қайтып айтамын, талаптыдан шыққан сөз таланттыға болсын кез. Нұрын көзін сезуге көкірегінде болсын кез деп Абай атамыз айтқандай, мына Абай жерінде ұлағатты істер істеп жатсыздар. Тағы да алғысым шексіз бірінші. Екінші шынымен мына ұйымдастыру мәселелері өте нағыз математикке тән қасиетпенен тиянақты, жүйелі өткізіп шықтыңдар. Енді мұғалімдердің алған әсері көп шығар деп ойлаймын, әлде де талдап түсініп жатады. Дегенменен соңғы жағындағы ең қорытынды сөзіңіз, шынымен де әлсіз басым тұстарын әрине көбінесе біз жасырып жатамыз, тек қана мақтауды ғана білеміз. Бірақ сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Сондықтан жаңағы әсіресе жастар жағынан басымдықпен ескерту айтып жатқандарың өте орынды. Сондықтан келесі жолдары да осы мына әріптестерім ондай сын ескереді деп есептеймін. Сондықтан осындай бас қосулар жиірек болып тұрсын. Мынау жаңағы заманның қиындығына, мына байланыстың желінің несіне қарамай шыдамдылық, төзімділік, сабырлық танытып мына жерде шын ғой, енді жасыратын жоқ, үлкен тер төктіңдер. Енді еңбектерің жана берсін, шәкірттеріңіз де сіздерден осындай басып оза берсін. Тек қана жақсылықта осындай бас қосуға Алла нәсіп етсін. Рахмет мұнда бір. Мен бір ауыз тілек айтуыма бола ма екен? Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі мына конференцияға қатысқан азаматтар мен азаматшалар. Мына бүгінгі конференция жақсы дәрежеде
өтті деп айтуыма болады. Барлық қатысушылар өздерінің шама шарқынша жақсы дайындалып, жақсы баяндамаларын жасады. Маған қатты ұнағаны осы мына ең алғашқы сөйлеген азаматтардың Балтабек, Қанғожин азамат өте жақсы айтып кетті. Қаншама қазақтан шыққан математиктерді дәріптеу, бұл өте орынды. Одан кейін мектепте жұмыс істеген әрбір мұғалім үшін өте қажетті. Мына Мұстафаев Абдықадей азаматтың айтқаны менің өте көңілімнен шықты. Кез келген мұғалім үшін қаншама мына сабақтың түрлері, ондағы кетіп жататын сабақтың табысты өтуі болмау себебі не? Оның қандай жағдайларда табысты болады, не болмаса қалай пайдалану керек, қандай жағдайда әртүрлі мысалы оқыту методикасына өте жақсы тоқталды. Ол кісінің талай материалдарын оқып та жүретінмін математикалық журналдардан. Міне осыны мұғалімдерге таратып, математикада сабақ жоспарын құрылымдау мен жүзеге асырудың негізгі проблемалары тақырыбы маған өте жақсы ұнады. Жалпы барлық мұғалімдер жақсы дайындалған, ұйымдастыру өте жоғары дәрежеде деп айтуға болады. Нартай оқушым менің мінекей осыны ұйымдастырып өткізіп жатырсыздар. Осы мен 3-ші рет деп отырсыздар, мен бірінші рет қатысып отырмын. Әрине қатысушыларға айтар тілегім, келесі осындай өтетін конференцияларға бұдан да жоғары дәрежеде дайындалып, бұдан да қызықты, бұдан да тартымды мақалалардың шығармашылықпенен жұмыс істеулеріне тілектестік білдіремін. Баршамызда аман болайық. Көп рахмет Ләйлә Қонысбекқызы. Ол кісі менің ауылда 5-ші кластың 11 жасқа дейін сабақ берген мұғалімім. Ең алғаш математиканы мен сусындатқан. Көп рахмет алысыңызға. Енді құрметті әріптестер, рұқсат болса, мен қазір арнайы бір ауыз сөз бергім келіп тұр. Гүлзифа Хажиевна Нұрсұлтанова осы студияда келіп отыр. Ғалым ағамыздың аттағы сияғы. Сәлеметсіздер ме? Мен енді конференция ұйымдастырушыларына барлықтарына көп рахмет айтуым келеді. Барлығыңыз лайықты оқушылары менің папамның. Ол директор, осы ништің директордан бастап, Богдан Токтамысичтен бастап, Нартай мұғалім, Құралай, Сана, Нартай, Құралай, Сана мұғалімдерге көп рахмет айтамын. Тағы да мына жерде көріп отырған, мысалы менің курстасым Қази, саған көп рахмет. Альмир, Даулет, біздің оқушыларға көп сендерге рахмет. Биыл папамның дүниеден өткен 10 жыл болады. Соны ол кісінің еске алып отырғанына көп сендерге рахмет. Конференция қатысушыларға творчестволық табыс тілеймін, және барлық осы конференция тыңдаған баяндамалары мен ойлаймын пайдалы болсын деп. Сіздерге көп рахмет. Көп рахмет. Мына жерде бағанадан бері бір кісі қол көтеріп отыр, қайта. Айгүл Рысбекқызы. Сәлеметсіздер. Мен Қажы Нұрсұлтановичтің студенті болдым. Дипломдық жұмысымның жетекшісі болды ол кісі. Ол кісінің жаны жәннатта болсын. Осы кісінің ұйымдастырып келе жатқан конференцияға мен жібермей қатысып отыруға тырысамын. Алдағы уақытта өзім де осы конференцияға жұмыстарымды жіберем деп ойлаймын. Қажы Нұрсұлтанович, Сіләмшай Рахметжанович біздің аяулы ұстаздарымыз болатын. Сіздерге Нартай әріптес көп рахмет. Осы ұстазымызды ұлықтап, осындай конференция жылда ұйымдастырып жатқандарыңызға. Осы конференция жалғасын таба берсін. Ғалымның қаты өлмейді дейді ғой. Ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Құрметті Нартай және де Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, ұстаздар және басшысы Бағдат Тоқтамысұлына баршаларыңызға рахмет айтамын. Гүлзифа Кажиевна, сізді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Қажы Нұрсұлтановтың сіздер арқылы ары қарай әлі ұрпақтар жалғаса берсін. Барлықтарыңызға құрметті ұстаздар, рахмет. Біздің мына Қажы Нұрсұлтанов сияқты ұлағат ұстазымыздың рухын ұлықтап жатқандарыңызға ұмытпай, құрмет көрсетіп жатқандарыңызға біз және алдыңғы бірінші баяндама жасаған профессор Әл-Фараби ұлттық университетінің профессоры, менің ғылыми жетекшім Балтабек Исматовичтің айтуы бойынша
біз қазір өткен ұлы адамдарды ұлықтау арқылы жастардың, оқушылардың, жас зерттеушілердің рухын көтеруге атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Барлық білген құнды деректерімізбен, ақпараттарымызбен барлық ұстаздар шын ниетімен бөлісіп жатыр, бір-бірімізді дамытып жатырмыз деп ойлаймын. Келесі жолғы болатын конференцияда өздеріңіз танитын жақсы әдістемесі бар, жақсы ғылымы бар кісілерге осы ақпараттарды таратып, бұл конференцияның деңгейін одан ары қарай көтеруге атсалысуға шақырамын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар. Рахмет көп. Мен бүгінгі қатысушыларға, әсіресе ұйымдастырушыға, Нартай Сәбетханұлына және де Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдеріне, ұйымына, басшылығына рахметімді айтам. Мен 3-ші жыл осы істі арқылап әкеле жатыр, жоғары деңгейге шығарып келе жатыр. Бүгін республикалық және халықаралық деңгейде дейін жеткізіп отыр. Ары қарай істеген жұмыстар табысты бола берсін, өркендей берсін. Гүлсипа Қажиевнаны бүгін көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Көп болды көрмеген. Қажы Нұрсұлтанович міне ұлағатты ұстаз, осы жердегі қатысушылардың барлығының ұстазы, Семей өңіріндегі көптеген математиктерді дайындады. Міне ұстазын ұлағаттап жүрген шәкірттері бүгін өзі кетсе де хат өлмейтіндей деңгейге жеткізіп, Қажы Нұрсұлтановичтың ісін жалғастырып, тарихты, білімді, ғылымды тарату ісінде, популяризация дейміз ғой, сол істе еңбектерін атқарып жатыр. Біздің ұстаздарымыз, Алматыдағы ұстазымыз Балтабек Есмашевқа, осы жерде бізді студент кезімізде оқытқан Әбдіқадир Пірмағамбетұлы Мұстафаевқа көп рахмет, алғыс айтамыз. Барлық мұғалімдерге және Нартай жақсы талдау жасады. Қандай әлсіз тұстарымыз, қандай мүмкіншіліктеріміз бар, сол істермен, сол бағытта жұмыс істейді деп ойлаймын. Бүгін қатысушылар, мұғалімдер, студенттер де тыңдап отырған шығар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Сіздерге көп рахмет осындай пікір білдіргендеріңізге. Сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар.